керемет қазақтың ұлттық тағамы қарын сайды жасау үшін бізге керекті заттар. Мына қарын бір 500 грамдай, бұны әдемілеп пісіріп алдым. 2 сағат қазанда қайнатып, жай отта тұзын, бұрышын салып әдемілеп. Енді бізге картоп керек, сосын мына байылды керек, помидор алдым, қырыққабат алдым кішкентай, содан кейін бұрыш алдым, мынау қияр алдым, мынау жұмыртқаны пісіріп қойдым. Енді мына пиязы бар, сосын лимоны бар, сосын мына көкшөптер. Қазір бізге мынау байылды мен картопты майдалап турап қуырып алуымыз керек. Міне картопты ұзын шұқалап турап қуырып алып жатырмыз 5-10 минут. Міне 5-10 минут байылдыны қуырып алдымыз, қызартып. Міне мына салат-салатын ыдысқа әдемілеп жайлап жатырмыз. Мына қырыққабатты көкшөптермен қосылған астына салып жібердік. Енді соның үстіне жайғастырып жатырмыз мына әдемі тағамдарымызды. Көріңіз. Енді қазір қияр кетсе осы жерге өзінің нелерін бойынша әдемілеп жайғастырып жатырмыз. Қалай қаласаңыз да солай жайғастыра беріңіз. Бұл қатып қалған дүние жоқ. Әдемілеп жайғастырып алыңыз. Енді келесісін мынау байылды қуырылған. Қазір бұны да әдемілеп жайғастырып алыңыз. Бір-біріне тиіп кетпеу керек, себебі көркемділік, әдемілік бұзылып кетеді. Енді астына мынау қызанақты салуымыз керек. Көріңіз. Бұл қызанақтың арасына, картоп пен қызанақтың арасына мынау маринатталған әдемі пиязды салып алуымыз керек. Бұл заманауи қарын сай деп аталады. Негізі қазақтар қарынды немесе пісіріп, пісіргеннен кейін қуырып, немесе пісірмей қуырып, сөйтіп жасайды қарын сайды негізі ата-бабаларымыз. Бірақ мен мынау заман талабына сай заманауи түрде жасаған түрім. Мынау бір лимонның согын алдық. Оған кішкентай 20 грамм сұйық май құйдық. Оған енді мынау соевый соус дейді, соя соусы. Енді осыны араластырасыз да, майонез түксіз түк қоспай, құрғақ болып қалмас үшін үстіне суын қосасыз. Міне қарын сай, қазақтың ұлттық тағамы қарын сай, заманауи қарын сай дайын. Міне керемет қарын сай дайын болды. Міне осылай қарын сайды осылай жасап жүріңіздер. Әрі салат, әрі тағам тойымды, сондай керемет дәрумендерге өте бай қарын сай болды. Енді осылай да жасап жүріңіздер қарын сайдың бұл түрін. Ұнаса лайк, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әрбір комментарийларыңыз маған маңызды. Менің инста парақшама да кіріп жүріңіздер. Ол жаққа да осындай тағамдар түсіріліп жатыр. Астарыңыз дәмді болсын.